Сәлеметсіздер ме менің YouTube көрермендерім. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кеткендеріңізге рахмет. Мен қазір карта ашайын деп отырмын. Өзіңіздің ойыңыздағы жігіт, соны ойлап отырыңыздар дегім келеді. Қазір ашатын боламын. Оның жігіттің ойын білетін боламыз. Ойыңызға түсіріп отырыңыздар. Қазір жігіттің ойын білетін боламыз. Оның жігіттің сезімі қандай? Жігіттің сезімі бар сізге деген, сізбен кездескісі келеді, бір сыйлық дайындап отыр десем де болады. Бір жаңағыдай күтіп отыр жігіт. Сізден ответ күтіп отыр, сізден жауабын күтіп отыр, қандай да бір қарым-қатынастың болуына ары қарай дамытқысы келеді. Қарым-қатынаста сізді күтуде бір қолынан іс келетін сондай ер азамат ретінде шығып тұр. Король кубков. Бұл жерде сізге байланысты болып тұр. Сіз күтсеңіз, егерде соның жауабын сол жігітке қалай да болсын сезіміңізді білдірсеңіз, бұл жігіт дайын десем болады. Ары қарай көрейік. Жігіт сізді жақсы көреді ме? Жігітіміз жаңағыдай сізге дайын кездескісі келеді. Бұл жерде шешім таппай жатыр жігіт. Шаршап тұр, өйткені қарым-қатынасты сізді ойлай береді. Шаршаңқы болып тұр, жолын таппай тұр. Қандай да бір кездесудің сондай бір шешімін таппай тұр, сізді күтуде. Сізден бір жақсы хабар күтуде, сондай болып тұр. Кездесу болады ма? Кездесу болады ма? Сіз егерде отбасылы болып, бір қандай да бір жағдайлар болсын, ажырасқан болсаңыз, соны ойлайды, жүрегі жаралы деген сияқты ойлайды, кездесуге дайын. Бұл жігіт кездесу болады. Бұл жерде бір сыйлықпен келуі мүмкін. Құрғыл келмейді жігіт. Бірақ екі ойлы болып тұр. Сізден бір жауап күтуде. Бұл жігіт нақты шешім қабылдағысы келеді, бірге болу деген сияқты сізге дайын болып тұр кездесуге. Екі ойлы болып тұр сіз жақтан. Егерде сіз бір кездесуге ыңғай жасасаңыз, бұл жігіт дайын кездесуге. Бұл жігіт нақты шешім қабылдағысы келеді қарым-қатынаста. Осымен менің видеом аяқталды. Ұнаса лайк басып кетіңіздер, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.